Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Қазір бізде қазақ тілі сабағы. Ендеше, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы зат есім деп аталады. Сабағымызды көңілді бастау үшін мына өлең шумақтарын бірге айтайық. Мен айтамын, ал сендер қайталайсыңдар. Мейірімді жүрекпен, ақ пейілді тілекпен, амандасып алайық, бір жадырап қалайық. Жарайсыңдар балалар. Балалар, бүгінгі сабақта біз зат есім жайлы айтатын боламыз. Тақырыпқа көшпес бұрын мына бейнероликке назар аударыңдар. Бірінші, құмырсқа сөлі ежелден емдік қасиеті жоғары, сұранысқа ие профилактикалық сусын. Оны тек тері ауруларына ғана емес, жалпы адам тумысын көтеруге де қолданады. Екінші, өз салмағынан 100 есе ауыр жүкті еркін көтере алатын ерекше еңбекқор тынымсыз тіршілік иелері ешқашан ұйықтамайды. Үлкендері үнемі кішілеріне бағыт-бағдар көрсетіп, келесі азыққа апарар жолдың нұсқасын жоспарлайды. Ал ұрғашылары ұяда қалып жұмыртқа басады. Үшіншіден, олар өте бауырмал, қанша аш болса да бір-бірін жемейді. Қайта бірлесе қыс қамына кіріседі. Алайда, осы жолда сарандық пен еріншектік танытқандарын бірден өлтіреді. Төртінші, тарақандар тегіне жатпайды. Негізінен ара тұқымдас, қанаты бар тылсым табиғаттың бір түрі саналады. Бесінші, құмырсқалар ешқашан ұйықтамайды дедік. Бірақ балалары туылғанда суда 3 күн қозғалмай жатады. Құрғақ жерге шыққан соң бірден ес жинап нағыз еңбекке кіріседі. Алтыншы ерекшелігі, бір құмырсқаның миы 250 мың клеткадан тұрады. Яғни, оның ойлау қабілеті кей жағдайда адамнан да асып түседі. Жетінші, Африкада адамға шабуыл жасап тістейтін құмырсқалар болса, Мексикада керісінше адам оларды жейді. Эскамолес деп аталатын 10 шақты құмырсқаның түрінен жасалған тағамда ақуыз бен пайдалы майлар көп болады. Сегізінші кереметі, құмырсқа секундына 8 сантиметр жүрсе, сағатына 55 километрді еркін бағындырады. Ғалымдар бір мезетте жердің әр бөлшегінде 10 квадриллион құмырсқа қатар жүреді дейді. Олар тынымсыз 30 жыл өмір сүре алады. Бейнероликте не туралы айтылды балалар? Дұрыс айтасыңдар, құмырсқалар туралы мәліметтер білдік. Неге құмырсқа жәндіктерге жатады? Құмырсқаның қанша түрі бар екен? Неге ол еңбекқор жәндік деп аталады? Жарайсыңдар балалар. Ендеше оқулығымыздың 9-шы бетіндегі кестеге назар аударайық. Кесте бойынша мәтіннің мазмұнын болжап көріңдер. Содан соң мәтінді тыңдап, болжамдарың мен мәтін мазмұнын салыстырыңдар. Болжам жасап болсақ, ендеше мәтінді мұқият тыңдаңдар. Құмырсқалар өркениеті. Құмырсқаның тіршілігі адамды таңғалдырар қызыққа толы. Ол жай ғана жәндік емес, одан бөлектеу дүние. Біріншіден, құмырсқа ең көп кездесетін жәндік. Қазақстанның өзінде 200-дей түрі бар. Екіншіден, құмырсқа жәндіктердің сирек кездесетін түрі. Үшіншіден, олар жер бетіндегі ең көне жәндік, 25 миллион жыл бұрын пайда болған. Тағы бір қызығы, құмырсқалар да адам секілді бір жерден екінші жерге көшіп қонады. Әр үйлеудің нақтыланған аумағы бар. Сол жер аумағының амандығын олар көзінің қарашығындай күзетеді. Шекара бұздыңыз ба? Жауап бересіз. Бұл кезде күрделі дабыл қағылады. Шекарашылар тобы сол сәтте-ақ жетіп келеді. Жақсы балалар, ендеше салыстырамыз. Сендердің жасаған болжамдарың осы оқылған мәтінмен сәйкес келеді ме екен? Салыстырып болсақ, берілген мәтіннен жекеше және көпше түрдегі зат есімдерді табыңдар. Жақсы балалар, ендеше келесі жаттығу. Келесі жаттығуды біз таразыға салу әдісі арқылы жасайтын боламыз. Балалар, сендерге бірнеше сөздер берілген. Сендер солардың ішінен жалқы және жалпы есімдерді бөліп таразыға саласыңдар. Және қайсысы көп екенін анықтайсыңдар. Берілген сөздер жайық, жаңбыр, биші, бішкек, тайбурыл, құтжол, өлке, бала және оқушы.
Өте жақсы. Ал енді балалар, естеріңе түсіріңдерші, неліктен жалқы есімдер бас әріппен жазылады? Жер су аттары жалқы есім болып саналады және олар бас әріппен жазылады. Жақсы, ендеше келесі оқулығымыздың 10-шы бетіндегі мәтінге назар аударайық. Мәтінді оқып шығыңдар. Оқып болсақ, кестеге назар аударамыз. Қазір сендер жұппен мәтінді пайдаланып, тиісті сөздермен кестені толтыратын боласыңдар. Іске сәт. Ендеше сергіту сәтін орындайық. Жақсы, балалар, 11-ші беттегі мәтінді дәптерлерімізге көшіріп жазамыз. Жазып болсақ, мына сұрақтарға жауап беріңдерші. Мәтін не туралы айтылды? Кит туралы. Дұрыс айтасыңдар. Кит туралы не білдіңдер? Ол қайда мекендейді екен? Жарайсыңдар. Ал енді мәтіннен зат есімдері тауып көріңдерші. Мәтінді зат есімдерсіз оқыңдар. Оның мазмұны түсінікті бола ма? Өте жақсы балалар, ендеше топтық жұмыс жасап көрейік. Оқулықтың 11-ші бетіндегі жұмбаққа назар аударыңдар. Оқып, шешуін табыңдар. Жұмбақтың шешуі не деп ойлайсыңдар? Дұрыс айтасыңдар, жұмбақтың шешуі кит. Енді осы жұмбақты алдыңғы мәтінмен Вен диаграммасы арқылы ұқсастығы мен айырмашылығын салыстырып жазыңдар. Салыстырып болсақ, оқулықтағы тапсырмаға назар аударыңдар. Тапсырманы оқып, дұрыс жауаптарын табыңдар. Яғни, дұрыс жауаптарын белгілейтін боламыз. Жарайсыңдар балалар, бүгін өте жақсы жұмыс жасадыңдар. Енді кері байланыс жасап көрейік. Алдарыңда берілген 3 түрлі смайлдар. Олар әрқайсысы әртүрлі мағына береді. Мысалы, бірінші, мен сабақты жақсы түсіндім, көңілді болды. Екінші, мен сабақты толық түсінген жоқпын. Ал үшіншісі, сабақ маған ұнаған жоқ. Осы 3 смайлдың біреуін таңдау арқылы сендер сабақ жайлы өз ой пікірлеріңді білдіретін боласыңдар. Жақсы балалар, сабақ аяқталды, сау болыңдар.